жомарт жігіттің негізі мінезі жақсы болады екен. Сараң, шмот, санағыш жігіттің мінезі нашар болады екен. Өмірде айтайын деген ол бір күйеуге тигеннен кейін тек бір бақытты бола береміз, тек бір байлыққа жете береміз деп те олай емес. Ол иллюзия. Өмірде бәрі болуы мүмкін. Жауапкершілігі бар жігіт болса, сізді аш қалдырмайды, тастап кетпейді. Қазір киіміне емес, қазір сөйлеген сөзіне мән беріп өзі. Жоспарын сұраңдаршы, бірінші деп жауап беріп жатырмын. Неге жоспарын сұра? Үйленгеннен кейін не істейміз? Шықпай тұрып сұрап алыңыздаршы. Енеммен тұрамыз ба, бөлек тұрамыз ба? Қайықта тұрамыз? Мені қайтып асырайын деп жатсың? Менің айлық расходым білмеймін, миллион теңге айналайын. Миллион теңге тауып жатсың ба? Или қанша теңге тауып жатсың? Мысалы деп жатыр, мына жігіттің уже шошып жатыр, миллион емес деген. Сұраңыздаршы. Не істейін деп жатсың маған үйленген кезде? Айналайын ау. Просто бала тудыру болса, қоя қой. Ол ертең баласын да тәрбиелеп жаратпайды ол. Жоспары бар. Яғни өзінің өмірін босқа, самотекқа жіберіп тастаған жігіт емес екендігін түсінсеңіздер, оған онда да бір ағаларыңызбен, інілеріңізбен, немесе әкелеріңізбен ақылдасып, истихараларыңызды оқып барып, мүмкін тағдырларыңызды сеніп тапсыра береді. Енді әйтеуір бір бара көрерміз, енді әйтеуір үйлене берейді да. Жұрттың бәрі әйтеуір үйленіп жатыр ғой, үйдегілер не дейді сол болады ғой деп жүрген жігіт болса, одан кәдімгі шаңғы бұрқырат, табанды жалтырап қашу керек ондай.